Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы су денсаулыққа пайдалы. Вода полезная для здоровья. Денсаулық – это здоровье, пайдалы, полезное. Вода, су денсаулыққа пайдалы, вода полезная для здоровья. 78-ші бетті ашамыз, открой 78-ю страницу. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Денсаулық, здоровье, пайдалы, полезный, әрине, конечно, сусын, напиток, қайнат, кипяти, емдеу, лечить, жазылу, вылечиться, жағажай, пляж. Қайталаймыз. Денсаулық, пайдалы, әрине, сусын, қайнат, емдеу, жазылу, жағажай. Есіне сақта. 78-ші бетте запомни данные предложения с личными окончаниями первого, второго и третьего лица. Мен сусын ішемін. Я пью напиток. Сен сусын ішесің. Ты пьешь напиток. Сіз сусын ішесіз. Вежливая форма. Вы пьете напиток. Ол сусын ішеді. Он или она пьет напиток. Оқы, қайтала, прочитай, повтори. 78-ші бет. Суды қайнатып іш. Пей кипяченую воду. Сусын напиток. Жағажай, пляж. Пей кипяченую воду, суды қайнатып іш. Сусын, жағажай, пляж. Келесі бетте 79-ші бетте екінші тапсырма оқылым. Чтение. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Нужно прочитать текст по ролям. Әлібек жазда жағажайға барды. Әлібек летом пошел на пляж. Күн ыстық, день жаркий. Ол шөлдеп суық сусын ішті. Он хотел пить и пил холодный напиток. Оның тамағы ауырып, дәрігерге барды. У него заболело горло, пошел к врачу. Тамақ – это еда, тамақ переводится еще горло. Дәрігер, врач, суық сусын іштің бе? Деп сұрады. Врач спросил, ты пил холодный напиток? Әлібек, и я суық сусын іштім, деп жауап берді. Әлібек ответил, да, пил холодный напиток. Дәрігер, әрине ауырасың. Врач, конечно, заболеешь. Суық сусын ішпе. Не пей холодный напиток. Суды қайнатып іш. Пей кипяченую воду. Су пайдалы. Вода полезная, деді, сказал. Дәрігер Әлібекті емдеді. Врач лечил Әлібека. Айтылым. Мазмұн желісіне бойынша суреттің ретін айт. Әлібек жағажайға барды. Ол суық сусын ішті. Дәрігер Әлібекті емдеді. Оқу тапсырмасы. 4-ші тапсырма 80-ші бет. Жазылым письменно. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, көшіріп жаз. Вместо многоточек поставь нужные слова и спеши. Қажетті сөздер
нужные слова. Сусын напиток, жағажай, на пляж қайнатып кипяченую, ауырды, заболел, емдеді, лечил. Әлбек жағажайға барды. Әлбек пошел на пляж. Ол сусын ішті. Он пил напиток. Оның тамағы ауырды. Заболело у него горло. Дәрігер суды қайнатып іш. Пей кипяченую воду. Дәрігер Әлбекті емдеді. Врач лечил Әлбекті. Әлбек қайда барды? Әлбек жағажайға барды. Ол жағажайда не ішті? Ол жағажайда суық сусын ішті. Дәрігер қандай кеңес берді? Дәрігер суық сусын ішпе, суды қайнатып іш деген кеңес берді. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз су денсаулыққа пайдалы, вода полезная для здоровья аяқталды. Сау болыңдар.